ертеде ешкі жыны біртеде ертек айтып бермесең ұйықтамайтын еркелер сандығымды сиқырлы сендерге арнап ашайын сандық толы ертегі шашу еді шашайын теледидар төрінде ертегілер елінде балаларым сендерде ертегі айтып беріңдер тау көтерген толағай жолбарыспен алысқан көл тауысар қомағай теңізді іші тауысқан желден жүйрік жел аяқ ұшқан құспен жарысқан құмырсқамен дос болған аң патшасы арыстан теледидар төрінде ертегілер елінде балаларым сендерде ертегі айтып беріңдер содан бері сол тау толағай деп аталады. Жылама Оляш, толағай ел үшін, жер үшін қаза болды. Ол нағыз патриот, батыр кейіпкер. Бәрібір толағай тірі қалу керек еді. Ол жақсы. Тірі қалса, мұрат мақсатына жетер еді. Ертегінің соңын көңілдетіп бітіруге болмас бет. Өкінішке орай, біз ертегіні өзгерте алмаймыз. Ал, балалар сабақ аяқталды. Ертеңге дейін сау саламат болып тұрыңдар. Сау болыңыз. Ертегіні өзгерту үшін біз ертегілер еліне баруымыз керек. Сонда ғана толағайды аман алып қаламыз. Дұрыс айтасың, Ганс. Ол үшін алдымен тышқан досымызға хабарласайық. Қалай? Телефон арқылы ма? Ол тағы да шиқылдап түк түсінбесе ше? Жоқ, ол бізді түсіне алады. Ал біз оны түсінбейміз. Фархат, тез, менің телефоныма қоңырау шал. Тышқанға айт, супермаркетке келсін, сонда жолығайық. Алло, тышқан, не істеймісің? Шиқылдай бермей жақсылап тыңдап ал. Сен супермаркетке кел, бірақ ештеңе ұрлама. Біз қазір сонда барамыз. Ұқтың ба? Супермаркетке. Не болды, келеді ме? Шиқылдағанына қарағанда келетін сияқты. Кеттік. Міне, бұлай аңдайсың. Сосын бас саласың. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Сау болып тұрыңыз. Сау болып тұрыңыз. Тышқан жан, бізді ертегілер еліне алып бар. Біз толағайды құтқаруымыз керек. Кеттік дейді. Қарға, аузыңдағыны қанатыңа қыстырып алып сөйлеші. Солай. Ал енді бізге толағайдың ауылы қайда? Соны айтшы. Анда, қар. Қап, мынана, Тышқан, мына қырғаға айтшы, ірімшігін мойнына жіппен іліп алсын. Табылған ақыл. Қарға, естідің бе? Ірімшікті мойныңа жіппен іліп ал. Ал ертегіні өзгерту оңай емес. Неге? Өткенде біз самұрықтың балапандарын құтқарып қылған жоқпыз ба? Бірақ ертесі келіне қайталмай қалды ғой. Қалай сонда? Ода балапандарын құтқарған үшін самұрық құс апарып тастау керек еді ғой. Дәл солай. Самұрық бізді тесік тасқа алып барды. Ал ертөстік ше? Ол енді бір жыл күтеді. Жылан қайта келгенде ғана
айтпақшы, ол неге кешігіпті сол жолы? Түсінесіңдер ме? Сендердің келулеріңе байланысты ертегілер еліндегі күнделікті болып жатқан оқиғалар желісі шатасып, ақау пайда болған. Яғни ертегі желісі зақымданып, ертөстіктің қарсы алдында жер қыртысы жарылып, өте алмай қалған. Ертөстік оны айналып өтем деп жүріп қатты кешіккен. Түсінікті ме? Сонда біз толағайға көмектесе алмаймыз ба? Көмектесуге болады, бірақ басқа ертегілер оқиғасы шатасып кетуі мүмкін. Қалай сонда? Мен түсіндім. Ертегілер желісінде ақау пайда болып, қаңбақ шалды диюлар жеп қойы мүмкін. Иә, дәл солай. Түлкі ірімшігімен қосып қарғаны жеп қояды дегендей. Қар. Ой, енді қандай амал бар? Әр нәрсенің бір шешімі болады емес пе? Менің білуімше, ертегі кейіпкерлері бір-біріне көмектессе болады. Тек бір кейіпкер екінші ертегіге кірерде және шығарда тексеру бекетінен өту керек. Ол не үшін? Мысалы, алтын сақа ертегісіне кіріп алтын сақаны алып кетсе, ертегі түгел ауысып кетеді. Себебі ол ертегіде бүкіл оқиға желісі алтын сақаның төңірегінде өрбиді емес пе? Мен таптым. Біз таусоғар ағаға барып көмек сұрайық. Толағайға бір көмектессе, тек сол ғана көмектесе алады. Ха, кеттік! Неге тұрмыз онда? Кеттік! Жүр тышқан, жол көрсет. Содан бері сол тау Толағай деп аталады. Жыламаңызшы, таусоғар аға. Сіз Толағайды аман алып қала аласыз. Мен бе? Иә, таусоғар аға. Сіз, тек қана сіз ғана. Толағай әкеле жатқан таудың бүрішін көтерсеңіз, Толағай шаршап шалдықпай ауылына аман жетер еді. Сол да сөз болып па? Жүріңдер онда, кеттік. Сіздің қалтаңызда не бар? Білмеймін. Мұны қай ертегіден алдыңыз? Бұл ойыншықты маған мына балалар сыйлады. Мұнымен қалай ойнайды? Ей, соны да білмейсіңдер ме? Міне, бұлай. Ойыншықты алып кіруге болмайды. Сізге тек 4 сағат уақыт беріледі. Кешігіп қалсаңыз, сол ертегіде қалып қоясыз. Маған 3 сағатта жетеді. Ал достарым, мені осында күте тұрыңдар. Жолыңыз болсын, таусоғар аға. Біз сізге сенеміз. Толағайға бізден сәлем айтыңыз. Жарай, айтамын. Үш жарым сағат өтті. Үлгерсе болар еді. Ал егер үлгермесе ше? Әні келе жатыр. Жандағы Толағай ау деймін. Алақай! Толағай аман қалыпты. Жарайсыз, таусоғар аға.
Таусоғар аға, айтып беріңізші, қалай көмектестіңіз? Мен жеткен кезде ол әбден қалжырап шаршап қалған екен. Мен тауды алдым да ауылына әкеліп бердім. Бірақ Толағай әкелді деп айттым. Расында да ол ауылына жақындап қалған еді ғой. Сендер де солай айтыңдар. Әйтпесе Толағай ертегісінің аты Таусоғар болып өзгеріп кетер. Сонымен Толағай ауылына тауды әкеліп, бәрі мәз мейрам той жасап, мұрат мақсаттарына жетіпті. Жарайды, Оляжан, сенің айтқаныңдай ақ болсын. Әрине бір жолға. Бірақ бұдан былай ертегілердің мазмұнын өзгертпеуге тырыс. Түсіндім, апай. Енді ертегілерді өзгертпей айтамын. Теледидар төрінде ертегілер елінде балаларым сендерде ертегі айтып беріңдер.